Достар, сәлем. Бүгін сіздермен осындай дайын ювка қамырынан дәмді бөрек дайындайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бізге керек заттар осы дайын ювка қамыры керек, 2 пияз керек, болгар бұрыштары керек, және осындай ет керек болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка сепсеңіздер болады. Ал дайындауға кірісейік. Ең бірінші осы сиырдың етінен фарш жасап аламыз. Үстіне қара бұрыш және тұз сеуіп қойып қоямыз. 1-2 пиязымызды осылай майдалап тураймыз. Бұны дайын фаршымызға қосып, ары қарай болгар бұрышын турауға кірісеміз. Бізде міне осы 4 данасын сәндеуге қойып қойдым, ал басқа қалғандарын 4 бұрышты майдалап тураймыз. Міне осылай. Осы майдалап турағанымызды етімізге саламыз, мыналарды сәндеуге қойып қоямыз. Қазір көрсетемін. 1 помидорымызды, қызанағымызды, яғни майдалап тураймыз бұны да. Осыны ет, пияз, бұрышқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Қолдарыңызбен де езіп араластырсаңыздар болады. Маған солай ыңғайлы болды. Тек видео үшін осылай қасықпен араластырып көрсеттім, бірақ әрине мен де қолыммен жұмыс істеп кірісіп кеттім. Қолыммен жақсылап араластырып алдым. Енді бөректі майлауымызға осындай сүт және сұйық май және 1 жұмыртқа қажет болады. Осыны 1 ыдысқа салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізге ювка қамыры піскен кезде қатып қалмау үшін, іші жұмсақ болып тұру үшін осындаймен жағып отырып, салмамызды салып орайтын боламыз. Ювка қамыры өте нәзік, жұмсақ, тез жыртылатын болғандықтан абайлап осылай кесіп алыңыздар. Менде байқап тұрсаңыз, міне осылай кішкене кейбір жерлері кішкене жыртылып, сондай онша емес болып қалды. Осы менде домалақ болып келді. 3 осындай домалақ тұрды. Менде бір жаңағы пакетінде. Осыны мен 3-ке бөліп алдым. Сіздерде 4 бұрышты дайын ювка қамыры болса, онда тіптен жақсы болады. Осыны міне жаңағы жасап алған осындай сұйықтығымызбен осылай сылап шығамыз. Көп мөлшерде сылап жібермеңіздер, жағып жібермеңіздер, әйтпесе жыртылып кетеді. Менде кейбіреулер солай жыртылып кетті. Салмасын аз-аздан салыңыздар. Көп салып жіберсеңіздер, ол ораған кезде жыртылатын болады. Ювка қамыры жаңағы айтып кеткендей өте нәзік, тез жыртылатын қамыр болғандықтан абайлап, нәзік қамыр, сол үшін абайлап жұмыс істеу қажет. Міне осылай негізі түрік мынандай қамыр жайғыш оқтау негізі болса, сомен орасаңыздар болады. Менде ол болмағандықтан осындай сушиға арналған таяқшамен орап шықтым. Осылай орағаннан кейін міне гармошка тәріздес етіп ортаға жинаймыз. Таяқшамызды алып, соңына кішкене орын қалдырамыз. Қазір артында салма салатын боламыз ол жерге. Міне осылай домалақ тәріздес етіп орап табамызға қоя береміз. Міне тағы да көрсетемін сіздерге. Осылай салмасын салып, басын осылай 2-ге орап жіберіңіздер. Таяқшаны қойып, қатты нығыздап орамаңыздар. Таяқшаларыңызды алу қиын болып кетеді. Осылай 2 жағынан гармошка етіп ортасына жинайсыздар. Соңын қалдырасыздар. Кішкене астына салма салатындай болсын. Міне осындай дайындап саламыз.
Енді екінші тәсілді көрсетемін. Осы үлкен бір қамырымызға алып, осы жағып шығамыз сұйықтығымызды. Содан кейін ұзыншалап осындай салмамызды салып ораймыз. Орама қамыр тәріздес етіп. Міне осылай салып шықтық қатарынан. Енді міне басын осылай қайтарып, міне көрдіңіздер ғой, кішкене жыртылып кетіп жатыр. Қамыр өте нәзік қамыр. Міне осылай жақсылап ораймыз. Міне біреусі ар жағында тұрған ол оңай. Жаңа үлкен қамырды салма салып орай саластар, кесіп қоя саластар. Ал мынау бірінші тәсілде жасалған улитка тәріздес деп атап қояды. Үстіне міне салмасын тағы салдық. Бағанағы кішкене орын қалдыру дегенім сол себептен қалған етімізді, салмамызды осылай үстіне салып шығамыз. Және бір үстіне сәндеу үшін, жаңа алып қалған сәндеу үшін деген бұрыштар міне осыған кетіп жатыр қазір. Дәл қазір міне соны салып жатырмыз. Міне осындай әдемі болып шығады. Сіздер өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Міне осындай болып дайындалады. Үстіне жаңағы қалған сұйықтығымызды жағып шығамыз. Төгіп тастамаңыздар. Көп мөлшерде осылай жағып тастаңыздар, әйтпесе қытырлап, қатты болып қалады. Сол үшін жақсылап жағып шығасыздар. Мен жаңа рулет тәріздеске осылай бетіне қара күнжіттер сеуіп пісіріп аламын. 20-25 минут 200 градусте пісірдім. Міне осындай әдемі болады, қыздар, дайындап көріңіздер. Негізі юфка қамырын қолдан дайындауға болады. Мен оған кішкене еріндім де осындай дайын қамырмен пісіріп бердім отбасыма. Міне піскеннен кейін осындай болады, қыздар. Керемет дәмі, енді керемет тойымды кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Қасына бір жеңіл сорпа жасап жіберсеңіздер тіпте керемет болады. Міне осындай. Шеті қарайған жерлер кішкене қытырлақ болды да. Орта жағы, іші, ең бастысы іші керемет болып піскен. Міне ішкі дүниесі өте дәмді, қыздар. Қасына бір тауық сорпасын жасап жіберіп, кешкісін осымен берсеңіздер отбасыларыңызға бір керемет тамақ болады. Міне қазір қараңыздар, қытырлап тұр шеті, ал ортасы жұмсақ, тілі үйіреді. Дәмді жасап көріңіздер. Ал сіздер осы юфка қамырын дайын алып пісіріп көрдіңіздер ме? Әлде қолдан жасаған қыздар бар ма екен? Астына комментарияға жазып өтсеңіздер. Міне мына осындай. Қыздар, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып, лайк басып, мені қолдап жіберіңіздер. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Рахмет.